Бүгінгі видеода мен ілмектіз туралы, яғни қорқынышты құбыжық айдаһары туралы айтатын болам. Ал мынау менікі. Қорқынышты құбыжық үлкен айдаһарлар түріне жатады. Айдаһардың басынан құйрығына дейінгі ұзындығы 19 метрді құрайды, ал салмағы 300 келі. Бұл жайлы Қорсылдақтың өзі айтқан. Сонымен сенің айдаһарыңның салмағы қанша? Салмағын айтасың ба? Шамамен 300 келідей. Менің айдаһарым өте айбынды, осыны біліп қой. Қанаты 21 метр, қорқынышты құбыжық қауіпті және ірі айдаһарлар түріне жатады. Айдаһардың түстері әртүрлі болады. Қызыл, жасыл, көк, күлгін және тағы да басқа. Олар аузына не түссе де бірден тістеп алады. Айдаһар өте ашулы болып табылады. Қорқынышты құбыжықтың басқа айдаһарлардан ерекшелігі ол денесінен от шығара алуы. Ол айдаһарды суықтан қорғап, шайқаста және тұзаққа түсіп қалса қашуға мүмкіндік береді. Айдаһардың оты өте ыстық және күшті болады. Ал қанатына келетін болсақ, тіпті тасты ертіп алатын айдаһардың отына да шыдай алатын күші бар. Айдаһардың тағы бір ерекшелігі ол жасыл түсті сілекейі. Викингтер сілекейді өз пайдасына жаратады. Мысалы аралдарын қорғауға және жылынуға. Тағы да бір айта кететін жайт, айдаһар жерде жақсы жүгіріп, аспанда жылдам ұшып, ал суда жақсы жүзе алады. Және олар су түбінде де от бүрке алады. Айдаһардың қанаттары өте мықты. Ал аяқтары 3 тоннаға дейін ауыр заттарды алып ұша алады. Айдаһардың басты қаруы ол мүйізі, тырнағы, тістері және де оты. Жұмыртқадан шыққан кішкентай айдаһар осы кезінен бастап жақсы аң аулай алады. Ал айдаһар балық және қабандармен қоректенеді. Айдаһар балықтарды өзінің өткір мүйіздерімен аулайды. Айдаһардың басқа да тұқымдары бар. Мысалыға, ол қорқынышты құбыжық титан. Айдаһар қарапайым қорқынышты құбыжықтардан 2 есе үлкен. Бұндай айдаһар түрлері сирек кездеседі. Олар алып денесіне қарамастан өте жылдам ұшады. Айдаһар қатты ашуланып тұрса, мүйізін жерге тигізсе лезде тынышталады. Айдаһардың әлсіз тұстары ол айдаһар шөбі, ұлы смутьянның арбауы, жылан балық және ажал сыбыры. Достар, бүгінге осы. Келесі видеода қандай айдаһар туралы ақпараттар айтайын. Пікірде жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің бірінші видеом ұнағанына өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Қазір 1 минут күте тұршы. 1 минут қана. 1 минут! Маған алаңдамасаң да болады.